арғы тегін көк бөріден тарататын түркі баласы үшін жер бетіндегі ең қасиетті мекен, қадірлі байсын, Түркістан. Сырдың бойын көлбей жатқан көне Түркістан өңірі. Сол себепті болар, бұл жерлер үшін көптеген қырғын шайқастар өтті. Түркістан шаһарының батыс жағында жатқан мына Сауран қаласы сан рет отқыланды. Жібек жолының бойындағы ірі қалалардың бірін есін алған Сауранды мыңдаған халық мекен еткен. Арғы тегін көк бөріден тарататын түркі баласы үшін жер бетіндегі ең қасиетті мекен, қадірлі байсын, Түркістан. Сырдың бойын көлбей жатқан көне Түркістан өңірі. Сол себепті болар, бұл жерлер үшін көптеген қырғын шайқастар өтті. Түркістан шаһарының батыс жағында жатқан мына Сауран қаласы сан рет отқа оранды. Жібек жолының бойындағы ірі қалалардың бірін есін алған Сауранды мыңдаған халық мекен еткен. Сауда-саттық пен рухани елімнің орталығы болған бекініс қаланы айнала қазылған жасанды ор өзенінің үлкендігі шетел саяхатшылары мен зерттеушілерін таң қалдырған. Араб тарихшысы Мағдиси Сауран 7 қабат дуалмен қоршалған үлкен қала. Оның ішінде рабат, мешіт, тағы да басқа көптеген ғимараттар бар деп жазады. Қамалының беріктігі үшін Әмір Темір оны әскери бекініске айналдырған. Жер бетіндегі ірі империялардың бірі Ақ Орданың астанасы болған. Ежелгі тарихшылар Қамалы берік, үстінен құс ұшып өте алмайды деп мадақтаған сол алып қала орта ғасырларда өсіп өркендеген, ғылым білімі гүлденген шаһарлар жұрт танылған. Жазасын мәңгі тартқаннан көрі, осы дүниеде өтеген әлде қайда жеңіл болады. О дүниедегі ең жеңіл жаза табанынан от қойғанда миыңды қайнатады, дейді. Топтың арасынан бір адам шығып, маған 3 күміс динар қарызсыз деп өз ақысын алады. Тағы да менде кімнің қандай ақысы бар деген кезде Үкаша сахаба шығып, сіз менен мал дүниеңізбен құтыла алмайсыз. Мен сіздің қаныңызды төгуім керек дейді. Осы сәтте 4 шариғар, Хазіреті Әбу Бәкір Сыддық, Хазіреті Омар, Хазіреті Осман, Хазіреті Әли радиаллаху тағала ғанху қылыштарын қынабынан суырып алып, пайғамбардың қанын төккенін, біздің де қанымызды төккенін деп Үкаша сахабаға кезей бергенде, Мүбәрәк пайғамбар түсіріңдер қылыштарыңды деп бұйырып. Ол кезде Әмір Темір әлі басқа жаққа кеткен болар еді, шапқыншыма сол жаққа. Сонан кейін оған айтып, Фарид, Әмір болсы, Темір болса, соны көріп сразу сенің басын шабылып кетуші қаш деген ғой. Сонда Фарид қорққаннан енді чисто өзі ойламай қашып кеткен ғой сонда. Қашкенде Мазия хат жазған. Фарид, мен сен үшін өлуші едім деп. Бірақ осы сенің қылығын қашып кетті ғой. Менің жүрегімді қатты жарылды деп. Сонан кейін Әмір Темір келгеннен кейін бәрі тауып алып, сол Фаридті басын шауып жіберген. Сол кезде шапқан кейін тура сондай Фарид секілді жасайтын енді несі бар ғой, енді как мастер жоқ екен. И сөйтіп половинасын жасағанда, половина Фарид қайтыс болғаннан кейін енді никто не нетпеген сөйтіп. Может, әдеге жасамаған шығар, қайдан? Ясауи жолының Қызық, сондай енді легендалар айтады екен.
енді білмейсің ғой енді. Оның бәрі осыны Құранның ішінде бәрі жазылған екен ғой. Біз просто білмейміз енді. Құран оқитын. Вот вчера девушка приходила же, вот она читает 5 раз. 100%. Ну, мы енді чисто такие не фанаты, конечно, религии, но я считаю, что историю надо.